Сәлем оқырман, бүгін біз бір жасағынан шығатын брауни пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге 4 жұмыртқа қажет болады және 160 грамм қант. Екеуін қосып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырамыз. Бұл жерде қанты жақсы еру қажет. Қаттырақ араластырып, ерітіп аламыз. Одан кейін ерітілген сары май мен шоколадты екеуін қосып бірге араластырып қосамыз. Осындай керемет түс береді. Шоколад, казахстанский шоколад қолдансаңыздар болады. Одан кейін 50 грамм какао. Какаоны міндетті түрде еліктен өткізіп қосасыздар. Одан еліктен өткізілген 160 грамм ұнға 5 граммдай қобызтқыш, яғни разрыхтель қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін жаңағы массамызға қосып, жақсылап араластырып аласыздар. Осындай қоймалжың керемет масса шығады. Пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз алдын ала. 180 градуста 20-25 минут пісіп шығады. Бетіне шоколад қоссаңыздар болады, керемет болып шығады дәмі.